Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, сіздерге Жүсіп Злиха қиссасының бөлімін ұсынамын, яғни Дария бұлақ. Керуен ұзақ жол жүріп бір дарияның жағасына келіп тоқтады. Мысыр шаһарына дейін жарты күндік жол қалған еді. Мәлік: Жүсіп балам, бұл жер Дария бұлақ деп аталады. Керуен шаһарға кірерден алдын бір күн осында аялдайды. Жол азабы, көр азабы. Бүгін мал мүлікті реттеп, жүктерді түгендеп, түйелерді суғарып, жуынып, шайынамыз. Ертең Мысыр халқы бізді қарсы алғанда шаһарға сән салтанатпен шеру тартып кіруіміз керек. Сен де жуынып, шайынып, киіміңді ауыстырып ал, деді. Жүсіп жұрттың көзінше жалаңаштанып шомылғаннан ұялды. Тәңірісіне сиынып: Уа Құдайым, мен жуынып болғанша тәнімді бөтенге көрсетпе, деп дұға қылды. Жаппар қақ дұғасын қабыл алды. Жайынды шақырып: Әй жайын, Жүсіптің жалаңаш денесін жап, әуретін басқаларға көрсетпе, деп бұйырды. Сол сәтте дариядан ірі балық шыға келді. Жүсіп шомылып болғанша ол құйрығын қалқалап, тәнін бөтенге көрсетпеді. Бұйрықты мінсіз атқарған соң жайын да Алладан ақысын сұрады. Ол: Уа 18 мың ғаламның падишасы, Жүсіптің құрметіне менің ұрпағыма кие дарт, балық тұқымында ең мерейі асқан біз болайық, қияметке дейін атымыз өшпесін, деп тіледі. Тәңірі Тағала жайынның тілегін қабыл алды. Содан бастап оның ұрпағы пайғамбарлар керегіне жарайтын болды. Олардың бір ұрпағы Жүсіп пайғамбарды 40 күн қарында сау-саламат сақтап, рухани пісіріп шығарды. Екіншісі Сүлеймен патшаның жүзігін жұтып 40 күн қарында алып жүрді. Сүлеймен сол жүзікпен күллі әлемді билеген екен. Үшіншісі Хазіреті Ғайсаға көктен балық болып жауды. Төртіншісі Мұсаға алейхиссаламға Хызыр атамен жолығатын жерді көрсетті. Осылайша олардың абыройы асқақтап шыға келді. Ертесі Мәлік Жүсіптің кекілін тарап, тұлымшағын желбіретіп, сән салтанатпен жайнатып қойды. Үстіне алтын жіппен зерделенген әдемі шапан жапты. Беліне гауһар таспен өрнектелген кемер белбеуін тақты. Белдікке өткір қанжарды қынымен асып қойды. Осылайша керуен ауыр да азапты күндерді ұмытып, шат-шадыман көңіл күймен Мысырға келіп кірді. Даңқы дүниенің төрт тарабына кең тараған берекелі шаһардың бірі еді. Оның сәулеті мен дәулетіне бәрінен асып тұрды. Керуен орталық көшемен шеру тартып жүрді. Ең алдында әкелі балалыдай болып Мәлік пен Жүсіп келе жатты. Олардың жүзінен төгілген мейірім шуағы қараған жұртты кеселінен айықтыратын. Мысыр жұрты Жүсіпті көріп жыланға арбалған торғайдай болды. Шаһардың ең сұлу перизат қыздары Жүсіптің қасында ұсқынсыз көрінді. Ал бұған дейін сымбатты да көрікті саналған жігіттің сұлтандары оның қасында өздерін қор сезінді. Мәлік аспандағы айдай болып келе жатты. Оған сәлем беріп, дидарын көру үшін жер-жерден қалың жұрт Мысырға қарай ағылып жатты. Бұл гу-гу әңгіме Мысыр патшасына да жетті. Ол да бір көруге құштар болып отырды. Бірақ патша басымен базарға баруға арланып өзінің уәзірі Әзизді жұмсайды. Уәзір Жүсіптің сиқырлы сыр сымбаты мен бекзат болмысына қайран қалды. Иман нұры төгілген Жүсіптің ай дидарын күніге көріп, тілінен шыққан шырынды насихатты тыңдауға ынтық болып қалды. Мысыр шаһары. Мәлік Шамнан келді деген әрбір хабар тез тарады. Оны әкелген мал-мүлік
оның әкелген мал-мүлкін сатып алушылар қатары көбейді. Дәл қасында құлбаздар да қызып жатты. Соғыста тұтқынға түскен бейбақтар мен борышын өтей алмай қалған, қарызға батқан бейшаралар сатылып жатты. Әуелі жоспарға сай жүсіп те осы базарда құлдыққа сатылып кетуі тиіс еді. Керуендегі малайдың бірі аңдаусызда жүсіп те сатылуы мүмкін деп айтып қалды. Бұл сөз замат та қаладағы бай-бағландардың құлағына жетті. Олар бұл құлдың арзанға сатылмасын білді, сондықтан да алтындарын арқалап әкеліп сандық-сандық алтындарды үйіп тастады. Мәлік бір кереметке таң қалды. Әдетте саудада келгенде заттары толық сатылмай біраз уақыт тұрып қалатын. Саудада бірде ұтса, бірде ұтылып зардап шегетін. Бұл жолы олай болмады. Төкке тұрғысыз бөздің өзін байдың еріккен қатындары пышақ үстінде талап әкетті. 3 күннен соң базарда Мәліктің босаған арбалары мен қаңыраған қанар қаптары ғана қалды. Сауданың соңына қарай жүсіпті сұраушылар көбейді. Сағат сайын алушылар қарасы толыға бастады. Мәлік сауданың майын ішкен нағыз әккі болатын. Асыл сатуға болмайды деп өзіне зорға тежеді. Жүсіптің бағасының қай шетке дейін тірелерін ешкім білмеді. Бай манаптар сандық толы алтын әкеп ашып тастады. Бәрі жан-жақтан жамырап, «Әй Мәлік, созбалақтамай бағаңды айт, мына құлыңа не сұрайсың?» деп қинай бастады. Алушылар арасында бір кемпір отыр екен. Қолында бір тауық пен 4 жұмыртқасы бар. «Сен бұл жерде неғып жүрсің?» деген бай-бағланға «Мен де жүсіпті сатып алғым келеді» дейді. Оның жауабын естіген халық қыран-топан күлкіге қарық болды. «Мынандай шіріген байлар тұрғанда саған не жоқ?» деп күлкі қылады. Кемпір оларға еш мән бермейді. Ол байлығы болмаса да бір сылтаумен жүсіпті көріп қалғысы келді. Кейін кемпірдің осы тірілігі үшін о дүниелік болғанда ниетіне қарай оны Тәңірі Тағала оған рахметіне бөлепті деседі. Мысырда Мағриб патшасының салт басты қызы да жүреді. Бұл хабарды естіп ол да келген еді. Асыл тастарға тиеген 1000 түйесі бар, күміс ертұрманмен ектелген 1000 тұлпары және бар. 100 құл мен 100 күңді бірдей киіндіріп, арғымаққа мінгізіп алып келді. Дәл қазір осы қыздың дүние байлығына тең келетін адам жоқ еді. Оның байлығын көріп бәрі шетке қысты. Қыз жүсіпке таяп келіп оған назар салды. Жүсіптің жүзінен пайғамбардың нұры көріп қайран қалды. Мағриб патшасының қызы: «Әй мерей ас туған оғлан, сені құл деуге тілім бармайды. Сен құл деген бейпіл ауыздың жағына жылан жұмыртқаласын, малай дегеннің тілі кесілсін. Бұл жаһанда дәл сендей адам болмас. Саған ұқсап енді адам тумас. Сені сатып алуға дүниенің байлығы жетпейді. Қай патша, қай сұлтанның перзентісің?» деді күңіреніп. Қыздың бұл сөзіне бәрі ойланып қалды. Расымен құлда мұндай ұлық дәреже қайдан болсын, Ханзада болар деп ойлады. Жүсіп Мағриб қызына өз тілінде сөйлеп кетті. «Әй көркіне ақылы сай патшайым, менің халімді жалғыз жаратқан ғана біледі. Құдіреті мен маған осындай көрік берді. Мен тек хақ әміріне құлды құрып, оны орындауды ғана білемін. Құл керек болса мені сатып ал. Оған байлығың жетпесе, ақшаңды босқа шашпа, қайырлы істерге жұмса» деді. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, қолдау білдіріп кетулеріңізді сұранамын.